Қызым, бүгін мен жұмысқа барамын деп саған қарап отырсын. Ал мен пока кеттім. Мә, осы деген мама кетіп қалды. Жұмысқа енді няня келеді дейді. Бірақ қандай няня келетінін өзім де білмеймін. Пока что үйде отыра тұрайын. Няня келген сияқты. Няня? О, няня келді. Ура! О, няня келді. Енді алаңдамасақ болады. Үйді жина бар. Қосыз ба, мен әлі кішкентаймын ғой. Үйді жина деймін, мен тамақ жеп жатырмын. Пока что жей алмаймын. Жеп болған соң барып мен көмектесем, жарай ма? Жарайды. Жалғыз өзім жинаймын деп ойлап қалсам, ол да көмектеседі. Мен пока что жинап бастай берейін. Үйді пенесі ұстай берейін. Бірақ маған қашан көмектесесің? Мен әлі жинап дастархан жайып болған жоқпын. Ой, үй жинап шаршап кеттім. Жинап болдым. Енді маған тамақ жегім келіп тұр. Не жесем болады? Қарным ашып кетті, бірдеңе жейінші. Неге мына жақта жауып қойған? Мен бірдеңе жегім келген. Сонда мен аш қалам. Не жемей онда? Мә, алманы же. Қумаш жегім келмейді. Жоқ, достар. Алма сондай дәмсіз, маған ұнамайды. Мен пицца жегім келеді. Емейсің. Сол алманы же. Мен қарным әлі тойған жоқ, қашан тамақ жейді екенмін. Няняны қалай да болса да қуып жіберуім керек. Біреу келіпті, няня. Няня, айтпақшы, сенің атың кім еді? Менің атым Лаура. О, Лаура няня. Біреу келіп. Не дейді? Бүгін келдім, тойған жоқпын. Маған бірдеңе қып, тамақ жеп алу керек еді. Мұнан ашайын ба, білмеймін. Хотя шөлеп кеттім, су ішіп алайыншы. Так, өшіреміз. Ей, төгіп алдың ба? Ой, бүгін ашеті бірдеңе қып жапу керек. Қасым няня келіп қалса, мен уже таяқ жейтін болам. Давай тез. Ойбай, няня, келме мына жаққа. Қалды. Ей, мен көре ана жақты. Жоқ, барма ол жаққа. Ей, сен қыз, маған мына жақта не істегенсің, а? Мен емес, сіз ғой. Мен ба сонда? Өзіңнің істеген әрекетіңді өзің не істей алмай жатсың ба? Бері кел ана. Жоқ. Ойбай, құрсын, ана шет бірдеңе істеу керек. Ойбай, ана шырайын алдырып жатыр. Ананы қалай болса да қашып кету керекпіз. Ой, ана қайда? Жоқ, кетіп қалды. Мен төкпеспін. Какашны қайықта тағылатын білмей жатырмын. Давайте тез-тезінен андай қол жуатын ішіне кіріп кетейік. Типа көрінбей қалсын. Ойбай, келдің анау. Тез-тез қашып кетпесек болмайды. Ойбай, анау біз мен іздеп жүріп, мен тек неқті тығып отыра берейін, шөптің арасында. Мұнда няня дейін. Жаман екен ғой. Ойбай, анау мен телешканы қып келеді. Қашам қызы кіріп кетпеу керек тұқ барынша. Няня деген жаман екен ғой. Бірдеңе қазір терезеден қашып кетем. Бағаным магазиннен алған мешочкім. Таң атты, ура, мама келе ма? Біз таң аттам дегенше жылаппыз, достар. Қазір мама келу керек. Қазір звондап жатыр мама. Ойбай, сәлеметсіз бе? Қызыңыз сондай тәртіпті бала екен. Жарты сағат қалды. Тез ана жақта холодильниктегі сары затты жіпті алып тастау керек. Әйтпесе мамасы көрсе өлтіреді мен. Тез қой құрсын. Алып тастадым. Енді маманы күтем дегенше ол ештеңе байқамайды. Ей, беркен қыз, мә тамағын же. Енді беріп жатыр ма? Ойбай, танымай қалдым ғой мына няняны. Қалай бұлай мерімді күт. Болды, мен кеттім. Қазір мамасы келіп қалады. Пока. Қызым, Беркел. Няня қалайды екен? Жоқ, мама, няня сондай ұнамады маған. Менің ойымша, сен нянямен қалмау үшін маған өтірік айтып жатқан сияқтысың. Сосын холодильникті жауып тастады. Кипа, холодильник ештеңе жемесін деп. Өзі білесіз ба, пицца жеді. Ол менің подружкамның подружкасы ғой. Сен өтірік айтып тұрсың. Өтірікті соқпашы. Няня ондай емес, мен білетін шығармын. Ертең де сол няняны жалдаймын. Ұқтың ба? Жоқ.